Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге 72-400 Апс әскери бөлімі және Сарбаз плюс жобасы және мен қатардағы жауынгер Фархадин Жасан. Біз өзіміздің алдағы блогтарда сіздерге осы әскери бөлімдегі оқу орындарына кішкене шолу жасаған болатынбыз, ал бүгін сіздерді толық түрде дрон кабинетімен таныстыратын боламыз. Бұл дрон кабинеті ең алдымен заманауи технологиялармен, яғни FPV дрондармен, симуляторлармен жабдықталған. Өздеріңіз көріп отырғандай қазір сарбаздар дронды басқарып, симулятор арқылы үйреніп жатыр. Ал бұл менің қарындас досым Темірлан. Темірлан, осы дрон туралы өзіңнің ойыңды айта кетсең? Дронды басқару мен ойлағандай оңай емес екен, және де қазіргі уақытта біз жоғары деңгейде оны үйреніп жатырмыз, және оған мен өте қуаныштымын. Жарайсың, іске сәт. Ал айта кетсек достар, бұл FPV дрондар үлкен дрондардың үйренуге арналған прототипі. Дәл осы дрондармен ғимараттарды бақылап, барлап, ақпарат жинауға ең қолайлы дрондардың бірі. Ал достар, қазір сіздерге сарбаздар дәл осы дрондармен практика жүзінде ұшып көрсететін болады. Мінекей достар, біз дронды үйрену процесіндеміз және алдағы уақытта толық түрде меңгереміз деген ойдамын. Сіздермен бірге Сарбаз плюс жобасы, біргеміз, мықтымыз.